Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды? Ұлы жібек жолы Қытайдың Хуанхэ өзенінен бастап қиыр шығыс пен Еуропа елдеріне беттеген керуен жолы. Бұл жол адамзат өркениеті жасаған тарихи ескерткіштердің бірі. Біздің дәуірімізден бұрын 2-ші ғасырдан бастап бұл жол Еуропа мен Азияның, яғни батыс пен шығыстың арасын жалғастырған көпір болды. Жібек жолы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзені аңғарынан аймақтан басталып, жол Іле өзенімен Ыстықкөлге жеткен. Осы жерде жол оңтүстік пен солтүстік бағыттарға тармақталады. Оңтүстік бағыт Ферғана, Самарқан, Иран, Ирак, Сирия елдерімен Жерорта теңізінен шыққан. Солтүстік бағыт оңтүстік Қазақстанда Испиджаб қаласына келіп, осында 2 тармаққа бөлінеді. Біреуі Орта Азияға, екіншісі Түркістан арқылы Сырдарияның төменгі ағысы батыс Қазақстан арқылы жүріп, Қара теңіздің солтүстік-шығыс бөлігін айналып Еуропаға кеткен. Ежелгі Қытай деректеріне сүйенсек, біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда ортасында Қытай елінен батыс елдерге қарай жібек деген керуендер жолға шыққан екен. Ал Қытайға қарай Жерорта теңіз елдерінен, Таяу және Орта Шығыстан, Орта Азия елдерінен түрлі тауарлар жеткізілген. Олардың ішінде Орта Азияның асыл тұқымды жылқылары, шығыс елдеріне пілдер мен мүйізтұмсықтар, барыс пен арыстан сияқты сирек жануарлар, жеміс-жидектер тасылған. Осы кезде Ұлы жібек жолы туралы дипломатиялық тұрақты және сауда артериясы ретінде пайдаланыла бастады. Ұлы жібек жолының ең ұзақ бөлігі Орта Азия мен Қазақстан территориясы арқылы өтті. Жетісу жерінен шығысқа шығатын Ұлы жібек жолының бірнеше бағыты болған. Бірінші бағыты оңтүстік-батыс Жетісу жерінен өткен. Ол Тараз қаласы арқылы Алматыға жетіп, одан Шелек, Сүмбе, Жаркент арқылы шығысқа кетсе, екінші бағыт солтүстік-батыс бағыты. Ол Алматы, Қапшағайдан өтіп, Шеңгелді, Алтынемел, Дүнгене, Қойлық қалаларына басып өтіп, Алакөл жаны мен Жоңғар қақпасы арқылы шығысқа қарай өткен. Ал үшінші бағыт Тараздан шығып, Сарқан жері арқылы солтүстік-шығыс Қазақстанға беттеген. Бұл бағыт Құлан, Қантау, Айнабұлақ бекеттерінен басып өткен. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.